физиологиясы. Сіздермен бірге мен Боранбаев Саят. Жалпы бізде бірінші суретте көріп тұрсыздар. Жоқ, нақымсың. Жалпы организмдегі жалпы қан айналым екіге бөлінеді, орталық және шеткі. Шеткі деген перифериялық. Орталыққа бізде не кіреді? Орталыққа бізде жүрек пен ірі, яғни магистралды тамырлар кіреді. Аорта немесе вена кава супериор, вена кава инфериор секілді. Ал перифериялыққа уже ағзалар мен тіндердегі ұсақ тамырлар және микроциркуляция жасаймыз. Оларға мысалы артериола, венула немесе капиллярлар секілді. Бұлар шеткері, яғни перифериялық қан айналым. Жалпы бізде қан тамырларын тарылтатын немесе кеңейтетін нервтар бар. Оларда мысалы тарылтатын нервтарды біз вазоконстрикторлар деп атаймыз. Ал кеңейтетін нервтарда вазодилаторлар. Яғни қан тамырының тарылуы вазоконстрикция, ал қан тамырының кеңеюі вазодилатация. Жалпы бізде бүгінгі сабақта жергілікті қан айналымының өзгерістерін, яғни артериялық, веналық гиперемияларда, ишемия, гиперфузия, стаз, тромбоз, эмболияның түрлерін қарастырамыз. Бірінші суретте бізде көріп тұрмыз қалыптылығы қан айналым. Бұл жерде микроциркуляция, яғни капиллярлар қан келіп, O2 келіп, SO2 алмасып, немесе қоректік заттар келіп, керемет заттар шығарып жатыр. Бұл қалыптыда. Ал екіншісінде артериялық гиперемияны көріп тұрсыздар. Үшінші суретте веналық гиперемия. Енді осыларға жеке-жеке тоқталайық. Біріншісі артериялық гиперемия. Бұл жерде бізде артериялар мен артериялардың кеңеюін, осылардың нәтижесінде болатын ағза немесе жаңа айтқан тіндердегі қан толуының артуы. Яғни артерия немесе артериялардан қанның келуінің көбеюі. Оны жалпы біз сыртқы көріністерінен көреміз. Ұсақ артерия мен артериялардың кеңеюінде қызмет атқаратын капиллярлардың бізде көбеюі болады. Яғни бізде іске қосылып тұрған және іске қосылмай тұрған капиллярлар бар. Осы кезде бізде іске қосылмай тұрған капиллялар да қосылып көбейіп кетеді. Ағза мен тіннің қызаруы болады, яғни қан көп келіп жатыр. Ол жерде эритроцит бізде қырылысып кетсең, қан көп болады и түс қызарады. Ағза мен тіннің көлемі мен серпімділігі ұлғаяды. Жергілікті жерде температураның өзгеруі болады. Жалпы бізде артериялық гиперемия физиологиялық және патологиялық бөліп екіге бөлінеді. Біріншісі физиологиялық. Бұл жерде бізде ағзалардың функциясының жоғарылауы кезінде болады. Қызу яғни температураның жоғарылауы кезінде, көңіл күйдің көтерілуі кезінде, толқулар, адам қорыққан кезде, үрей болған кезде, немесе қызару болған кезде, ұялған кезде, мысалы адам ұялған кезде беті қызарады. Бұның барлығы бізде физиологиялық артериялық гиперемия. Ал екіншісі патологиялық. Бұл жерде бізде қабыну, аллергия, күйу, қызба, жарақат, невралгия секілді бұзылыстар бар. Олар бізде патологиялыққа жатады. Жалпы бізде артериялық гиперемияның патогенезінің салдарына келейік. Жаңа айтып өткен этиологиялық факторлардың әсерінен бізде артериялардың кеңеюі болады. Бұлар қанның ағу жылдамдығын жоғарылатады. Сол кезде бізде артериялық гиперемия дамиды. Бұның кез келген заттың бізде жағымды және жағымсыз салдары бар. Біріншісі бізде жағымсыз салдары, бұл жерде оттегі мен қоректік заттардың тіндегі тасымалдауы жақсарады. Яғни көп қан келген кезде уже оттек пен қоректік заттар көп келе бастайды. Екіншісі тотықсану бізде процесс жоғарылайды, энергия түзілуінің көтерілуі болады, ағза функциясының жоғарылауы болады. Ал жағымсыз жақтары ағза мен тіндерге қан құйылуы мүмкіншілігі, мысалы инфаркт немесе инсульттің дамып кетуі мүмкін. Екіншісі өспе дамуына қолай жағдай. Неғұрлым жас шаға көптеп қоректік заттар немесе көптеп O2 көптейтін болса, яғни жағдайы жоғарайтын болса, уже бұл жерде өспенің дамуына қолайлы. Екіншісі метастаз тарау мүмкіншілігі көп болады, яғни қанның көптеп таралып кетуі арқылы улы өнімдердің денеге тарап кетуі. Мысалы жыланның оң жатуы болады, ол кезде уже қан жылдам ағады, көп көлемде организмге тез тарап кетеді. Осы бізде артериялық гиперемияда парасимпатикалық және симпатикалық жүйке жүйесінің әсері бар. Парасимпатикалық жүйке жүйесі кезінде бізде ацетилхолин артық өндіріледі, яғни қан тамырларын кеңейеді. Бұл жерде нейротониялық артериялық гиперемия болады. Ал симпатикалық жүйке жүйесі негізінде артериялық тамырларды керісінше тарылтады. Енді келесі веналық гиперемия. Веналық гиперемия веналарда бізде қанның жүрекке қарай ағып кетуі бізде бұзылудан ағзалар мен тіндерге оның іркілуінен дамитын
қан кернеуін айтамыз. Яғни қан іркіліп қалады венада. Сол кезде венада қан толып кетеді. Бұны біз веналық гиперемия деп атаймыз. Оған 3 түрлі себепкер ықпалы бар. Біріншісі бізде веналардың қан үйіндісі, яғни тромбпен бітеліп қалуы, веналардың сыртынан бізде қысылып қалуы, мысалы стеноз кезінде, жүректің сорғыштық, яғни жүректің насостық қызметі әлсіреп, жүректің жеткіліксіздігі дамыған кезде. Веналардың гиперемияның бізде сыртқы көріністеріне келейік. Ағзалар мен тіндердің көлемі ұлғаюы болады, яғни цианоз болады, температураның төмендеуі болады. Сонымен қатар ісіну даму жатады. Патогенезіне келейік. Бұл жерде бізде этиологиялық фактор, жаңа айтқан этиологиялық факторлар біреу әсерінен бізде веналарда қан ағып шығуы баяулайды. Яғни мысалы тромбпен бітеліп тұр дейік, тромб тұрған кезде қанның ағуы баяулайды. Олар капиллярдың қан іркілуіне алып келеді, себебі венада бізде майда капиллярдан венаға қан ауысады. Яғни венада қан тоқтап тұрса, капиллярда қан іркіліп қалады. Қосымша бізде капиллярлар ашылады, веналар мен капиллярдан қан қысымы көтеріледі. Қан ағымының бізде күреңдік және сызықтық жылдамдығының баяулауы болады. Бұл өз кезегінде веналық гиперемияның туындауына алып келеді. Жағымды жақтары. Жағымды жақтарында бізде улы факторлар бізде жергілікті жерде ұстап тұрып қалады. Жараның бітеуіне өте қолайлы жағдай болады. Қабыну ошағында іркілген қанның уытты заттарды жоятын ферментация етеді. Мысалы, уытты зат егер ол жерде тұрып тұр, ол қанмен таралмайды. Сол кезде бізде ферменттер келіп, ол уытты затты жояды. Екінші бізде жағымсыз жақтары. Бұл жерде ағза мен тіндерде O2 мен қоректік заттардың тасымалдануы бұзылады. Яғни O2, SO2 бізде алмасады ғой. Сол кезде SO2 жүрекке барып үлгермейді. Сол кезде SO2-ның жинақталуы болады. Яғни керек емес заттар жиналып қалады. Метаболизмдік ацидозға алып кетуі өз кезегінде. Сонымен ары қарай капилляр қабырғаларынан өткізгіштік артуы. Яғни бізде мысалы капилляр делік, оның ішінде қан тұр, ол уже ары қарай тіке жүруі тоқтайды. Сол кезде тамырдан қабырғалар арқылы шығып кетуі мүмкін. Енді біз жағымсыз жақтарынан ісіну дамиды, ісіну өз кезегінде склерозға алып келеді. Және де тамыр ішінде қан июдың артуына алып келеді. Енді келесі ишемия. Ишемия бізде артериялық тамырлармен қанның ағза мен тіндерге келуі азаяды, немесе мүлде болмайды. Бұл жерде бізде жергілікті қан айналым бұзылыстары болады. Ишемияның себептері бізде артериялық тамырдың сыртынан қысылып қалуы, мысалы бұл компрессиялық ишемия, артериялық тамырдың ішінен тромбпен, эмболмен, никотинмен бітеліп қалуы. Бұл обтурациялық ишемия. Үшіншісі артериялық тамырдың жиырылып қалуы. Бұл ангиоспазмдық ишемия. Себептеріне байланысты үш бөліп қарастырамыз. Әртүрлі әсерлерден бізде жасушаның іштерінде кальций 2 ионының тым артық енуі және олардың саркоплазмадан кальций жинақтайтын орындарға шығарылуы азаяды. Яғни бұл қан тамырларын жиырады өз кезегінде. Ишемияның сыртқы көріністерінде бізде ағза мен тіннің бозаруы, жергілікті температураның төмендеуі, ауру сезімі мен қалыптан тыс бұрмаланған, яғни парестезияның дамуы, ағзаның көлемі мен серпімділігінің төмендеуі және ағза қызметінің бұзылуын жатамыз. Мысалы, оған миокард инфаркты жатса болады. Бізде ол кезде коронарлық тамырлар бітеледі. Коронарлық тамырлар бітелген кезде ары қарай артерияны қан бармайды. Яғни коронарлық артерияға қан жүрмейді. Ол кезде ары қарай ол тектің дұрыс жетпеуіне байланысты жүректің бұлшықеттерінде ишемияның дамуын көреміз. Ишемия мида, жүректе ең ауыр өзгерістері туындатады. Бірнеше минуттың ішінде жасушалардың мембраналары, митохондриялар бөлініп үлгереді уже. Олардың кристаллары жоғалады, бөлшектене бастайды жасушалар. Жасушаның ішінде мембраналар, то есть. Эндоплазмалық ретикулумдар жасуша ядросы ыдырайды. Жасушалар тіршілігін жоғалтып, инфарктты дамытады. Ишемия нәтижесінде бізде некрозың дамуы немесе дамымауы организм мен тіндердегі қосалқы қан айналым жағдайына байланысты. Жалпы бізде қосалқы қан айналым деген бар. Мысалы, мынау тамыр делік. Ол тамырда бізде атеросклерозды бляшка жауып тастады. Яғни негізгі бағыты осы еді, қалыпты ағатын. Осылай бару керек еді. Бірақ бізде атеросклерозды бляшка келіп жауып тастады, ары қарай, яғни қосымша іске қосылмай тұрған тамыр іске қосылады.
бұл кейбір жағдайларда мысалы компенсаторлық механизм ретінде қосылуы мүмкін. Осы уақытта біз мына білячканы жойып үлгеруіміз қажет. Енді біз ишемияның патогенез мысалдары. Бұл жерде жаңа айтқан этиологиялық факторлар, мысалы эмболмен, тромбпен немесе білячкамен бітеліп қалады тамыр. Сол кезде артериялық қанда тіндерге қанның келуі азаяды. Бұл ары қарай майда артериолар мен капиллярда қан қысымын төмендетеді. Давление төмендеді. Давление төмендеген соң функция, капиллярдың функциялары азая бастайды. Ол дальше қан ағу жылдамдығын баяулауына немесе тоқтауына алып келеді. Яғни тіндерге оттегі мен қорек заттар түспейді. Оттегі түспесе бізде гипоксия болады, ал қорек зат түспесе дисорфия болады. Ол қорек зат келмеді, оттегі келмеді, дальше метаболизмнің ацидозын ұлғасып кетеді. Ол ацидоз өз кезегінде жасуша мембрананың бұзылуына алып келеді. Жасуша мембрана бұзылса, ары қарай уже энергия жойылады, содан жасушаның өзі жойылады, и дальше инфарктқа алып келеді. Енді реперфузия. Жалпы реперфузия дегеніміз не? Реперфузия белгілі бір мерзімнен кейін ишемияға ұшыраған ағзалар мен тіндердегі қан айналымының қалыпты жағдайына оралуы, яғни қайта қалпына келуі. Бұл кезде бізде көбіне ангиостазмдық ишемиядан кейін немесе емдік шаралардың нәтижесінде артерияда қанның бізде кез келген бөгде затты жойып тастаймыз. Коронароспазмнан кейін жүрек етінің реперфузиясы жиі көптеп кездеседі, яғни миокард инфарктынан кейін. Олар бізде біріншісі ишемиядан кейін қанның қайта қалыпты мөлшері қалпына келуі оттегінің жасушаларға көптеп тасымалдауына себеп болады. Яғни бірден бізде жасушаларға оттегі көп келеді, бірақ оттегі тез пайдаланып үлгермейді жасуша, сол кезде бос радикалдар жиналып қалады жасушаларда. Бұл мембраналарда, жасушаның ішіндегі мембраналарда май қышқылдарының асқын тотығуын тудырып, мембранамен байланысқан жасушаның барлық қызметтерін бұза бастайды. Сол үшін ұзақ ишемиядан кейінгі реперфузиялық жүрек қызметінің бұзылуына алып келеді. Яғни бұның зияны жақтары. Клиникалық өлуден қайтадан тірілген адамдарда мидың, жүректің, бүйректің, бауырдың қызметтері қайта бұзылады. Мұндай ауруды бізде постреанимациялық синдром деп атаймыз. Мысалы адам 30 минут бойы оның жүрегі соқпады делік, одан кейін ол қайтадан мысалы СЛР жасап, адамды қайтадан жүрегін қайта соққызады. Бірақ ол кезде уже мидың өліп қалу қаупі өте жоғары болады. Стаз ұсақ артериялар мен веналарда, сондай-ақ капиллярларда қан ағысының мүлде тоқтап қалуы. Ол бізде капиллярлық, ишемиялық және венозлық деп бөлінеді. Капиллярлық стаз бұл физикалық, суық ыстықтан болуы мүмкін, химиялық әртүрлі химиялық заттардан болуы мүмкін, биологиялық, бактериялық әсерден болуы мүмкін. Бұның дамуы барысында бізде капиллярда эритроциттердің шоғырлануы қан ағысын қиындатады немесе тоқтатады. Эритроциттердің бізде агрегациясы капиллярларға енген кезде физикалық, химиялық өзгерістерге ұшырайды. Енді патогенезіне келейік. Патогенезінде қанның қоюлануы әсерінен бізде капилляларда қан ағу жылдамдығы баяулайды. Ол өз кезегінде капиллялардың қабырғаларының өткізгіштігін төмендетеді. Қабырғалардың өткізгіштігі төмендеп, сатылмасы бұзылады. Ол ары қарай бізде ұсақ тамырлардың кеңеюіне алып келеді. Яғни қанның қоюлануы және оның ағысының баяулауына. Бұл бізде эритроциттердің өзара жабысуына себеп болады. Нәтижесінде бізде қан келуі тоқтайды, тіндер қорек заттармен немесе оттегімен қамтамасыз етілмейді және тін жасушалары тіршілігін жоғалтады. Ұстаздың бастапқы кезеңінде бізде эритроциттердің агрегациясы қайтымды, бірақ уақыт өте келе гемолиз және қан ұю процестері қосылып, ұстаз қайтымсыз сатыға өтіп кетеді. Бұл саты, яғни ұстаздың қайтымсыз сатыға өтуін біз слаж деп атаймыз. Мидың, жүректің, бүйректің майда тамырларында бізде ұстаз дамуы организм үшін өте қауіпті. Келесі тромбоз. Яғни тіршілік кезінде тамыр ішінде бізде қан жасушаларының құралған қабаттарының пайда болуын білдіреді. Бұл қан қабаттарының тамыр қабырғасына байланысуы бойынша бізде кемерлік және тығындық деп бөлеміз. Кемерлік бізде тамырдың қабырғасын бекіп, оның саңылауын тарылтады. Олар көбінесе жүректе және ірі артерияларда кездеседі.
Тығындық бізде ұсақ артериялар мен капиллярда кездеседі. Олар тығындап, яғни ұсақ тамырларды келіп бітеп тастайды. Тромбоздың даму механизмі бізде қанның ағып кетуіне, тамырлардың зақымдалуына және қанның қойылуына болады. Тромбоз кезінде бізде қан жасушаларының түріне қарай ақ, қызыл және алыс тромбоз ажыратылады. Ақ тромб бізде тромбоциттерден, лейкоциттерден және плазма ағзаларынан құралады. Қызыл тромбоз эритроциттер қанның қойылуына байланысты. Жаңа айтқан эритроциттер мысалы стаз кезінде осы қызыл тромбтар. Ал аралас ақ және қызыл тромбтың арасынан болады. Тромбоздың патогенезі. Бізде қан тамырларының қабырғаларының тұтас бөлінуі болады. Бірінші қан тамыр қабырғасы бұзылды. Тромбоциттердің адгезиялық агрегациялық белсенділігі артады. Осы жерге бізде тромбоциттерге белсене жабыса бастайды. Қан ұюға қарсы факторлардың тапшылығы немесе белсенділігінің төмендеуі болады осы кезде. Бұл белсенділігіне қан ағу жылдамдығының баяулауына және фибринолиздің баяулауына алып келеді. Тамырдың бізге ішкі қабатындағы эндотелий жасушаларының қалыпты қызметі бұзылғандықтан олар қан ұюына қарсы заттар немесе фибринолизді арттыратын заттарды шығара алмайды. Белсенділігі төмендеген қан ұю факторларын уақытында әсерсіздендіре алмайды. Тромбоз дамуына бізде үш саты өтеді. Бірінші сатысы бізде тромбоциттердің эндотелий жасушаларының бүлінген жерлерге жабысуы, яғни тромбоциттердің адгезиясы. Екінші сатты тромбоциттердің өзара бір-бірімен жабысуы уже. Бұл жерде бізде агрегация деп айтамыз. Үшінші саты плазмалы ұю факторлары қатысуымен болады. Яғни коагуляциясы. Тромбоздың бірінші сатысы бізде адгезия деп аталады. Жаңа айтқанымдай, бұл тромбоциттердің жарақаттанған тамырға келіп жабысуы. Мысалы, мына жерде бізде тамыр зақымдалды. Сол кезде тромбоциттер осы жерге келіп тамырға қабырғасын жабыса бастайды. Енді бізде тромбоцит белсенділігі жоғарылайды, коллагенмен байланысатын рецепторлар іске қосылады. Бұл жерде бізде фосфолипаза А және С деген факторлар бар. Бұлар арахидон қышқылын босап шығады. Яғни босап шықты. Циклооксигеназа арқылы тромбоксан А түзіледі. Бұл тромбоксан А агрегация мен вазоконстрикция, яғни тамырлардың тарылуын күшейтеді. Тамырлар тарыла бастады және агрегация бола бастады. Бұл жерде бізде виллибрант факторы мен фибронектин адгезия үшін қажет болып табылады. Енді виллибрант факторы дегеніміз не? Бұл виллибрант факторы қан плазмасының гликопротеині. Бұл бізде гемостазда маңызды рөл атқарады. Атап айтқанда бізде тромбоциттердің зақымдалған тамырдың орнына қосуын жатқызамыз. Мына жерде көрсетуге болады суретте. Мынау қалыптыдағы қан біріншісі. Екіншісі бізде зақымдалған уже мына жерде эритроциттер шығып жатыр. Осы кезде мына фиолет видео көрсетіп тұрған бұл тромбоциттер. Тромбоциттер жаңа айтқандай, яғни адгезия бола бастайды. Қан тамыр қабырғасына кетіп жақындап жинала бастайды, жабыса бастайды. Сол кезде бізде тромбоциттер көбейеді, ары қарай агрегация жүреді, агрегациядан соң фибринолиз, яғни фибрин талшықтары келіп, осы тромбоциттерді бір-біріне байланыстырады. Солай бізде қан тамыр қабырғасы бітеліп, қан тоқтайды. Енді тромбоздың екінші сатысы. Бұл жерде тромбоциттердің бір-біріне бірігуі, яғни екі тромбоциттің бір-біріне бірігуі. Бұл жерде бізде бұны агрегация деп атаймыз. Бұл термин агрегация. Бұл екі фазадан тұрады. Бірінші фаза түйіршіктерден АДФ, АТФ, адреналин, серотонин, кальций 2 секілді заттардың босап шығуы. Екінші фаза альфа түйіршіктерден лизосомалық ферменттер бөлінеді. Тромбоциттер белсенділігі артып, бірігуі күшейеді. Нәтижесінде бізде тромбоциттік қан қабаты түзіледі. Бұл екінші саты. Енді тромбоздың үшінші сатысы, бұл бізде қан ұю факторы 1 және 13 факторларына белсенеді. Антикоагулянттар азаяды бізде, яғни қан ұюға қарсы жүйе азаяды. Фибринолиз тежеледі. Тромбоциттер бөлінген эндотелийге жабысады. 10 фактор бізде 5 факторға әсер етіп, 5 фактор мен кальций 2 көмегімен протромбин түзеді. Ол ары қарай тромбинге айналады. Тромбин бізде фибриногеннен фибринге айналады. Осылай бізде фибрин торы түзіліп, эритроциттермен бірге қызыл тромб пайда болады. Тромбоз бітті. Енді эмболия түсінейік. Эмболия жалпы бізде қан немесе лимфа ағынының келген заттардың қан тамырларын бітеп қалуын білдіреді.
яғни эмболияның түрлерін заттардың табиғатына байланысты бөлеміз. Экзогенді және эндогенді. Экзогенді бізде ауа, газ болуы мүмкін, бактериялар болуы мүмкін, немесе бөгет заттар болуы мүмкін. Эндогенді бізде тромб болады, тіндер болады және майлар болады. Енді олар бізде ретроградтық эмболия және парадоксалды бөлеміз. Ретроградты дегеніміз бізде ірі көк тамырларда, яғни ірі веналарда қан ағымы баяулағанда эмбол салмақ әсерінен бізде қан ағысының қарсы қозғалады. Яғни қан ағысына қарама созылады. Бұл салмағына байланысты. Ал парадоксалды эмболия жүрекше аралық немесе қарынша аралық ақау арқылы бізде эмбол кіші қайналым шеңберіне түспей, оң жақтан сол жаққа өтіп кетеді. Бізде ауа эмболиясы деген бар, жатпен. Бұл жерде бізде ірі вена зақымданғанда дамиды. Тыныс алу кезінде ауа ашық тамыр арқылы ішке сорылады, яғни тамырдан ішке кірді. Ауа жүрек арқылы бізде өкпе айналымына өтеді. Капиллярлар бітеліп, газламасу бұзылады. Нәтижесінде тыныстық гипоксияның дамуына алып келеді. Ары қарай өлімге ұласып кетуі мүмкін. Енді май эмболиясы. Бізде май тіндерінің қан тамырларына түсуі дамиды. Мысалы, травма кезінде, көбінесе бұл жіліншік сүйектерінің сыну кезінде болады. Себебі сүйек кемігінде бізде қан тамырларының қабырғалары сүйек перделері жабысып тұрады. Жарақат кезінде осы ашық тамырлар арқылы бізде жіліншік майы қанға түседі. Май эмболиясы көбінесе өкпе артерияларына жиі жетеді. Ары қарай майдың ұсақ тамшылары ұсақ қан тамырлары арқылы үлкен қайналым шеңберіне түседі. Бұл кезде бізде қайналымның бұзылуына, газ алмасуының нашарлауына, ары қарай инфаркт пен тыныс алу жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін. Енді бізде соңғысы эндогендік эмболиялар. Бұлардың ішінде біз тромбоэмболияны жатамыз. Тромбоэмболия бізде жиі кездеседі. Өкпелік тромбоэмболия. Қан тамырларының ішінде бізде орналасқан тромбтардың бір бөлігінің бөлінуінен туындайды. Мысалы, бізде аяқтың веналарында бізде тромб пайда болады. Мынау клапан делік. Клапанның жанында бізде тромбтар көптеп жиналады. Осы бір тромб үзіліп кетті. Тромб үзіліп бізде венамен жоғары қарай шыға бастайды. Жоғары қарай шығып бізде оң жақ жүрекке, содан кейін өкпе артерияларына түсіп, яғни инфарктқа және тыныс алу бұзылыстарына алып келеді. Мысалы, бізде вена кава superior немесе inferior арқылы бізде оң жақ жүрекшеге келеді. Оң жақ жүрекше бізде оң жақ қарыншаға, ары қарай бізде бронхус пульмонис арқылы бізде өкпемен өкпе тамырларына алады. Солай бізде өкпенің тамырын бітеп, суретте көрініп тұрғандай, өкпенің тромбоэмболиясын туындауына алып келеді. Осымен бүгінгі марафонымыздың сабағы аяқталды. Түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Сабақ жалпы түсінікті болды ма? Саят, сәлем, қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, рахмет. Көп рахмет уақытыңызды арнап түсіндіргеніңізге. Өте қатты ұнады, честно. Сізден сұрайын деп едім, осыны чатқа жібере аласыз ба? Презентациясын. Презентация мен видео ссылкасын қосып жіберетін боламын. Қазір бізде запись болып жатыр. Соны жіберемін. Жарайды, түсінікті, рахмет. Аха. Ендеше кіргеніңізге рахмет. Сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, сессияға сәттілік. Жақсы демалыңыздар. Назгүл